Демек бағымдаттан кейін пайғамбарымызға салават 100 жолы қылыңыз. Саллаллаху алейхи ва салламды 100 жолы. Пайғамбарымыз айтқан, ұғып алыңыз. Адам қыжалат болады, қайғырат, қапа болады. Салаваттан өткен дарысы жоқ бұның үшін. Бұға ешқандай укол дәрі бәрін ештеңе керегі жоқ. Салават айтыңыз. Салават қыжалатшылық, қайғылардың бардығын жоқ қылады. Аллаху акбар. Пайғамбарымызға салават ушунчалык күштүү, Алла өзі айтады. Алла бұйырған бізге пайғамбарға салават айттырып алады деп. Әрбір намазда біз пайғамбарымызға салават айтамыз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Егерде қайсы енебіз ушуну 100 жол айта тұрған болса, Аллаху акбар. Сіз ушуну ене тажрыба кылып көрбөйсүз бе? Бир ай айтып көргүлөбүн. Ушу салаватты көп емес, 100 жолучу багымдаттан кийин бир ай айтып көргүңүзгө каза кылбай. Анан айтасыз, көрөсүз, бакыт эмне экен. Анан көрөсүз, жүрөктүн тынчтыгы эмне экен. Алла сизди нуру менен толтурат. Алла Таала сизди нурлап салат. Жүрөгүңүздү рахат менен толтурат. Бир сому жок, ачка бактылуу болосуз, адамдар миллиарды менен бактысыз көрөсүз. Керек болсо. Алла субханаху ва таала мындай салаватты берген. Ошон үчүн иншалла кыямат күнү пайгамбарыбызга ким жакын отурат? Адам көп да.